алейкум. Жаңбыр құйып жатыр, дауыл көтеріліп кетті. Жылап жатыр. Бұл халықтың өз жасы сияқты, достар. Сіздердің үміттеріңізді ақтей алмадым енді. Шын махаббат қосылмайды дейді, сол рас шығар енді. Мен ойымша Камила ханым Шүкір Аллаға кеңес ретінде айтам, ақыл емес. Әсел сені жақсы көрмейді. Әсел сені бар ғой, конкретно айтам. Неге өте қатты екеуін ажыратқың келеді? Камила ханым, Нұрсұлтан, айтшы, мен түсіне алмай қойдым осы. Ажыратқым келмейді, мен просто жақын дос балам болғаннан кейін негізі дос сыртта Сен Шүкір Алланы қимай жүрсің ба? Шүкір Алланы қимай жүргенде емес. Мен жалпы қасымдағы адамдарға өзімнің кеңесімді жалпы мен айтпасам өзімді кінәлі сезінетін боламын. Сол себепті мен айта салайын, Шүкір Алла. Мен тыңдасаң тыңдадым, тыңдамасаң өзің білесің. Мен конкретно саған Әселен сезім жоқ. Бұл сені ойнатып жүр, бала ретінде ше, просто өзің саусағына айландырып, ол қазір бар ғой, отыр да, халық алдында отыр, өздігін алып жатыр. Сенімен күш жарып жатыр ғой, TikTok, Instagram желі бәрі сендерді жақсы көреді. Сондықтан бақырып атқаның сені. Ол ситуацияның бәрін Әселемен сөйлесіп, мен жасап бергенмін өзіне. Қазір хайпын алып жатыр да, соған мәртті әзілден, бірақ осы именно эфирдің ішінде ондай артық әңгіме керек емес Әселе. Адамгершілікті сақтау керек. Сияқты язды істеп отыратын еді, сен өйтіп те отқан жоқсың ғой. Жоқ.